Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге осындай жұлдыздың жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Оны жасау үшін бізге ең алдымен осындай шаршы пішіндес 10 дана парақ қажет. Біз қазір осы пішінді жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай 2 шаршы керек. Оны алдымен осылай қосу тәрізді етіп бүктейміз. Содан соң осылай X тәрізді етіп бүктейміз. Содан соң осы пішінді жасайтын боламыз. Бірінші парақты 3 бұрышты етіп, ал екінші парақты 4 бұрышты етіп жасайтын боламыз. Міне біз жасап болдық, ал енді 2 парақты бір-біріне осы әрекет арқылы біріктіретін боламыз. Міне осы артық бөлікті ішкі бөлігіне қарай қайырып көрінбейтіндей етіп жібереміз. Келесі бетінде дәл осылай қайталаймыз. Міне біздің пішініміз дайын болды. Дәл осылай 5 дана жасап аламыз. Осы 5 дананы бір-біріне осы әрекет арқылы біріктіру арқылы біз өзіміздің жұлдызымызды жасап алатын боламыз. Міне біз 5-еуін де бір-біріне біріктіріп болдық. Енді дөңгелек пішінді етіп, осылай 2 басын бір-біріне біріктіретін боламыз. Сонда біздің жұлдызымыз дайын болады. Міне біздің жұлдызымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай жасалады. Егер сіз видеоны дәл осы жерге дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.